Бәріне сәлем достар, қалайсыңдар, сендермен бірге дейді. Достар, короче, біз бүгін Майнкрафттағы один блок деген ойынды жалғастыратын боламыз. Достар, екінші бөлімі бүгін болады, ал бірінші бөлімін көрмегендер болса, арнаға кіріп көріп кетсеңдер болады. Сендер арна тіркелген лайктарын өзгетіңдер, ал біз кеттік. Короче, біз алдыңғы бөлімде үйіміз салып қойған болатынбыз, Короче, бірдеңе құлап кетті, мынан бәрі құлап атқан нес. Жана бір бұзау құлап кетті, көрінжер ма? Тауық кетті, нау кетсін артынан сенен. Короче, бізде уже кеш батайын деп жатыр екен. Давайте бүгін бізде қай биомда біз 428 блок сындырған екенбіз, және де қай недеміз біз көрсетпеймін. Байде біз екінші недеміз, типа екінші неміз ашылған. Біздің давайте үйге кіріп ұйықтап алайық. Біз үйге кіріп ұйықтаймыз. Енді все, ұйықтадық. Нормально. Давайте не істейміз. Бүгін не істейміз біз? Давайте бүгін там осында қойларға мына жаққа қарайма жерді созып, сол жақта қойларға қора істейік, Давайте біз сындырып алайық. Так, менде камень кирка бар. Кстати, кеше бізде уже булыжниктер шықты, Давайте істеп көрейік бұлармен. Ағаш топорымызды, сундук шықты. Онан и лук беріпті, нормально. Давайте бұнда сындырып тастайық тез. Кейін бізде смена беріп жатыр. Менде киркадан ағаш киркамды қолданып тастайын. Біз көп мөлшерде земля жинауымыз керек. Бізге диорд істем. Бізде земля қаншау? Негізі 64 бір стагы бар екен. Короче, земляларды жинап алайықшы, давайте. Короче, бізде бір стаг и 58 бар екен. Бұл, жетеді. По идее, жетеді. Так, мен мынақа қарай жол салайын енді. Достар, мен мынандай жерлер салып тастаған болатын. Мына жерде қой сенің қораң болады. Бұл жерге қора, и мына жерге мен грядка істегім келіп тұр. Грядка жоқ қой, бізде. Осы жаққа істейтін боламыз. Давайте біз ол үшін грядка істеу үшін бізге не керек, сменалар керек, но бізде смена жоқ. Давайте біз мынандай егер костный мукамен жерге тигізіп, костный муканы сонымен істей аламыз ғой. Оны былай істейміз, қараңдар. Мына жаққа істеле ме бұл? Жоқ, істелмейді екен, Только шөбі бар жерге істеледі екен. Окей, осылай істейміз, мыналарды өсіріп тастаймыз. Кейін бұларды сындырсақ түсе ме? Осылай, біреу түсті. Осылай біреусін көбейтуге де болады. Костный мука бар ғой бізде. Анау не? Суатқан. Короче, осы біреумен істейік. Давайте бірінші біз мыналарға не істеуіміз керек? Сетка істеуіміз керек. Кейін грядкаға көшетін боламыз. Давайте ол үшін бізге дуб керек. Кейін палкалар керек. Мыналардың бәрін істеп алайын. Мен жақсылап болды. Осыларды өңдеп тастайық біріншіден. Такс бізде аналганы. Міне осылардың бәрін кәдімгі дубқа айналдырып алайық. Короче, мен істеп болдым. Енді яқтарға істеп шығайық. 33 жетем екен. Давайте дәу қылдырмай қояйық, слишком. Жоқ, бұл жерге де емес. Давайте бір сәл шеттерінен бір блоктан қалсын. Құлап кетті. Осында. И осында кішкентай болып қалмаймын, болады. Давайте істеп көрейік бірінші. Паразин кішкентай болып қалды, Давайте бұны үлкейтейік. И все, бізде, істеп қойдым, мен мынандай болды. Бізде сондай болды, бірақ мен байқауым, бізде бір қойдан басқа қой жоқ. Бағана көп деген қойларды көріп едім. 3 қой көрдім, то есть. Оның бәрі жоқ. Давайте пшеница қылдырып алайық. Все. Енді бұны біз қой вообще жоқ па негізі. Қазір біріншіден қамап бергел. Все, мыналарды қамап көбейтуіміз. Бізде басқа қой қалмапты, сондықтан басқа қой шыққанын күтеміз. И біз грядкамызды істейік. Бізде ведрода су бар. Матыға жасай саламыз, и бізде егетіні бар. Басқа, думаю, проблема жоқ, бізде.
Давайте соның несін істеп тастайық. Біз мотыга істейік. Мотыга міне камень емес, әшейін простой деревный мотыга жасай берейік. Біз еще водамызды алайық суымыз міне. И все. Мына жерді бір жөндеу керек. Қазір давайте 1, 2, 3. Короче, достар, мен естетін болдым. Бізде бір ғана су болған соң тура орта қойдым да, и төбелерін, шеттерін осылай мотыгалап шықтым. Себебі бізде су бүткіл жаққа жетпейді, и аналардың бәрін істесек, қайттан андай жер болып қалады. Сондықтан осылай бастайық. Бірінші давайте осыны сразу осылай өшірейік, и осылай өнім алмасақ біз вообще істей алмаймыз. Кейін короче, достар, қараңдар, бізде сондықта стрела шықты, 10 стрела шықты, и бізде кожаный куртка шыққан болатын. Короче, достар, біз қазуды дальше жалғастыра береміз. Бізде қараңдар, нелерін егіп қойдым шетке, и бізде мына жақта аралардың минуты толып кеткен. Бізге анандай не керек қой, стекло, типа стеклодан жасалатын зат бар еді ғой, бір зомби шықты қаш. Сондай керек, ана бутылка бар еді, пузырек вода деп тұратыншы. Сондай жасау керек балды алу үшін. Но бізде мына зомби мені өлтіріп тастады. Бізде бірақ стеклоға песок шығып жатқан жоқ әлден, сондықтан ондайды әлі жасай алмаймыз. Мынандайларды болады. Давайте біз мыналарды дальше қазып жалғастыра берейік. Мына зомбилар қоймайды екен да. Бесіп келе жатыр оны. Ой, кішкентай зомбиді көтеріп алған бізде. Короче, достар, мен ағаштарды сындырып алуым керек. Осындық, сондықтан 2 изумруд шығыпты бізде. Жаңа жерде торговец жүруші еді. Кетіп қапты. Ладно, давайте мыналарды қаза береміз бе, или ағаш сындырып келеміз бе бірінші? Думаю, ағаш сындырып тастау керек еді негізінен. Бірақ оны сындырғым келіп тұрған жоқ. Давайте сындырып тастай салайық. Все, мен бүткіл ағаш сындырып тастадым. Аналар кейін өсетін шығар. Ой, түсіп кететін шығар. Давайте біз мынаны қазып жаңа биомға қашан өтеміз біз негізінен. Соны не қазтастайық десес. Мынау зомби қоймайды екен, мен оғым қолына ұстап алып. Кет. Ой, ё-моё, құрыш. Все. Тәкс, біз басқа не істейміз? Ана жақта менің мынандайларым өсейін деп жатыр. Олар өлтіріп жатқан жоқ па? Бар зияны жоқ нәрселер сияқты екен де, түріне қарасақ. Давайте, анау төбеде тұрған не? Ағаштың несі. Такс, енді біз не істейміз? Давайте басқа биомға өтуімізді күтіп отыра берейік, басқа амал жоқ. Короче, достар, мына сондық маған опять беріліп жатыр, и бізге бұл кезде шлем беріпті. Но менің түрім мынандай болып қалды. Давайте такс, бәрін қазып тастайық. Короче, достар, мен емін түрі бір түрлі болып қалды ма, или нормально ма, комментарға жазып кетіңдер. Бір түрлі десеңдер, мен басқа немен салатын боламын. Типа басқа өзгерістер беретін боламын бұған. И білмеймін, меған әлі мына жақта болмаған соң, бұл әзірше осы үй жақсы шығар деп ойлаймын. Мынандай нәрселер беріп жатыр, мына зомби де қоймайды екен да. Достар, бізде опять мынау шықты. 10 стрела, и бізде ботинка берді аяғымызға. Бұны киіп алып, бізге штаны керек только. Болды, содан кейін алып, бізде уже түн болып кетті. Давайте сразу барып ұйықтай салайық. Мен уже 592 блок қазып тастаптым. Қалай ойлайсыңдар, 600-де жанарам ма? 600-де жанару мүмкін бе, или 700-де ма? Давайте оны көрек, 600-ге 8 керек әлі. Мынау жаңа сондық қой, Все. 600 болу үшін 8 керек. Мен уже 7-өне дейік. Давайте бірге қазып тастай салайықтан бәрін. Короче, достар, бізде сондық шықты. Железный кирка, есть. Как раз киркам сынайын деп жатыр. И бізге лава берді. Мен нем толып кетті. Инвентарым, дайте. Бәрін салып тастайық. Бізге негізі мынау бронядан көрі
не беру керек еді. Штаны сол кезде бүткілі түгел болатын еді. Короче, достар, бізден андайлар шыққан болатын, бірақ қалай көмектесе аламыз бұған біз? Мына жаққа барсақ құлап кетем ма? Екеуі жүр, давайте өйстіп қойдым мен, чтобы су жетпей қалмасын деп. Достар, мен 663 блок қазып бастадым, но бізде әлі де жанарып жатқан жоқ. Думаю, 700-де болады шығар. Или болмайды. Дайте көрейік бірге. Бізде мына жақта сиырлар шығып кеткен болатын, и мен сондықтан бәрін қоймен бірге қамай беремін деген шешім шештім. Дайте бәрін бірге шақырып алайық. Келіңдер, қой, сен де былай тұр, екінші есікті де ашайын, себебі олар сыймайды екеуі. Екі есікке де сыймай тұр. Дайте мынаған берейін и мынаған берейін. Все. Дальше қой саған бере алмаймын, потому что сенің егізін жанында жоқ. Бізге неге қой шықпай жатыр, неге сиыр керек емес. Иногда сүтін алмасақ, вообще-то негізі керек болмайды бізге. Біз 700 болдық, но бізде әлі жанармады. 800-де жанара ма или? Дайте 800-ге де жетеміз ба? Наконец-то бізде 800-де жанаратын болды. Дайте бізде жаңа ешкі шыққан еді. Так, бізде басқа огородымыз әлі өшпепті, то есть егін емес. Дайте, не дейді, Minecraft Line блог қандай неге келді? Деп Gavest деген жанарыпты. Дайте, жаңа болған бізде. Әлі осынайлар шығып жатыр. Уже басқа не көрдіңдер ма? Әлі пешераның саттары бізге бұл жақтан не шыға ма? Аты не еді? Песок. Шығуы мүмкін бе, қалай ойлайсыңдар? Железо. Железо таптық. Бұл жақта думаю осындай железо, анау-мынау. И біз келесі күні не істейміз? Әрине, мынаны қаза бергенде бізде басқа амал жоқ. Қаза берейік. Біз максимум осақта көп деген железалар тапсақ жақсы болатын еді, себебі бізге железо өте қажет. Ойбай, түсінбей қалдым ғой. Қашамыз. Мына жақтан андайлар өсіпті менің ягодкиларым. Давайте сындырып алам. Ой, сындырып алам беді бұны. Әшейін алады екен, мен сындырып алып жүрмін ғой бұны. Ойбай, қашай. Ой, блин, зомби әлі тұрмамен бұны өліп қалды ма десем. Енді өлді ғой. Дайте. Міне мына жаққа. Осылай. Менде қанша бар өзі. Жаңағы алғандарым да оя бұл. Мына шеттерін дайте осылай толтырып шығамыз ба? Просто ана шетін. Мынандайлар менде шығады, бірақ бұның неге керек екенін білмеймін. Мынандайлар шығып жатыр деп бәріне дауыс беретін. Зомби шықты. Так, менде меч жоқ екен байқадым бар ғой мен. Бірақ мына қолымдағы мечті ала аламыз ба біз? Оның мечі керек болады. Ойбай. Мен бір удардан өлтіріп тастады ғой. Чоза. Ой, блин, құлады анау. Ладно, керек емес. Өзіміз қаза береміз, дальше. Дайте қасып-қасып песок шықпады ғой бізде сол күйі. Енді бұл қай неде жанарады екен? Бізде бағана қанша неден жанарды? Естерінде бар ма? Мен вообще есте жоқ. Сундук. Қарандар. Бізге золото берген, тоже золото, железо. Мынандай әшейнелер, булыжник, көк лазурит и железный кирка. Железо, кәдімгі железная руда. И аметиста берген и вагонетка берген. Потом бізге мындай беріпті, аты не еді, релстар. Пайдалы дейміз ба, бұны дей аламыз ба? Бізде қойлар пайда болыпты, дайте. Қойған берілмейді. Короче, болдыңдар. Так, бізде нормально, әлі нормально. Осы жерден видеоны аяқтайық. Сендермен болған дейді, достар. Короче, бұл бөлім ұнаған болған болса, арна тіркеліп, лайктарын басып кетіңдер. Ойбай, қорып кеттім ғой. Короче, бүгін біз не істедік? Бүгін біз ағаштарды сындырдық, басқа неге өттік, және де грядка жасадық. Кейін өзімізге қора жасаған болатым. Сендерге ұнаса арна тіркеліп, лайктарын басып кетіңдер. Ал біз кеттік, давайте.